Оқушылар. Қарай, кішкене ұйымдастырып кезеңіз сәтті болсын. Сіз деген әдет, біз деген көңіл-күй. Мына берілген жауаптар арқылы бір-екі қысқаша сөйлемдер келтірейік. Мысалы үшін сіз ақылдысыз. Сіз ақылдысыз. Тағы сізбен қызықты. Сізбен қызықты. Сіздің беріп жатқан біліміңіз біз үшін бізді үлкен болашаққа жетістікке жеткізеді. Сізден сөйтіп көп білім үйреніп сізге сізді жақсы көреміз. сіз басқаны жауап берейік та, Нұрбек, сіз үшін біздей шәкірт дайындап отқан сіз үшін бақыт. сізсіз Бізде қызық емес. бақыт солайда ендеше осындай көңіл күймен біз сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын ақиқат жалған тапсырмасы арқылы үй тапсырмасын тез қайталап шығайық. Қазір мен сіздердің қолдарыңызға не беремін? Кестелер беремін. Осы әрбірсін білуге сіздер тез үй тапсырмасын әрбірсін білуге есептейіктері белгілеткен артып кетіп қалмай Қонақта жетпей қалды. бірге қол бермеді, екеуі бара береді. Тез ешқандай бір минут уақыт әңгіме. Сабағымыз бастамас бұрын топқа бөліп алуымыз керек. Әр рәсім шығып, бір күй кешеден артында ниет көріп, кімнің қай тоққа отыратындар. Үй запастай. Тездегіңізбен уақыт алыңыз. Жоқ, сіз бос жерді басып қойдыңыз ғой. Бос жерді баспасаңыз, күйдің өзін басың. Көріп. Бір. Келесі. Бірінші топ алыңыз, бірінші топ алыңыз. Екі, үш. Мына бір кетіп қалды. Наман жасасын. Үш алды. Екі. Сегізден. Бір. Екі біз қылай. Екі мәрхат. Башқасы. Не қаттар? Келіп тұрмын шықты уақытта. Башқасы. Не қаттар? Келіп тұрмын шықты уақытта. Екі. Екі нормен. Bir. Tam iyi de. Nasıl? Üç. Topa oturalım. Kapalı dikkat. Kapalı dikkat. Öğrensinizme sağlamını başladı. Şimdi bir kişinin gol ortalıkları. Ola ahım o işi de kırmayacağız. Ola ahım o işi de biz. Abay Tunanbay'ı Екінші, сол шығарған. Көрнекті педагог этнолог балалар әдебиетінің атасы. Нұрай Алтынбай біздің ұлы ағартушымыз. Одан кейін белгілі ғалым саяхатшы кім? Байқан болды. Аталған тұлғалар қай кезеңде өмір сүрген дейді? 19-шы ғасырда
19 ғасыр басы. Абай мысалы 20 ғасырдың басында өмірден өткен, негізгі өмір сүрген ғасырлары бүгінгі сабағын мақсаты 19 ғасырда қазақ ағартушыларының қоғамдық саяси қызметін талдау және Қазақстандағы қоғамдық саяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау. Сабағымыздың бағалау критерийлері 19 ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық саяси қызметін талдай білуіміз керек және Қазақстандағы қоғамдық саяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалайды. Топқа бөлініп алдық. Кейін жигсо әдісі арқылы 3 топтық жұмысқа кірісейік. Бірінші топ Абай, екінші топ Шоқан, үшінші топ Ыбырай Торғай. Топтық жұмысқа кірісейік. Бірінші топ Абай, екінші топ Шоқан. Осы аталған кісілер бойынша жигсо әдісі бойынша талқылап, ол кісілердің өмір баяны, атқарған қызметі ең бірінші кезеңде қоғамдық саяси өмірге сіңірген еңбегі туралы нақты дәлелдеп келтіруіміз керек. Сіздерге 7 минут. Ең бірінші кезекте сіздерге қоғамдық саяси ойға сіңірген еңбегі туралы. Сіздерге 7 минут беремін. 7 минут бар. Өмірге кез келген қатысқан жылдар емес, ең бірінші кезекте олардың қоғамдағы идеялар туралы, ойлар туралы ең негізгі сол кездегі қазақтың проблемалары не деді, қазақ халқының демеуге мәселесі не деді, ол үшін олар қандай жол ұсынды, олар туралы жазамыз. Бұл аталған кісілер отаршылдықтың ең бір күшейген кезеңінде өмір сүрген тұлғалар өздері. Бұл кісілер патша үкіметінің 22 жылғы, 67-68 жылғы, 86-90 жылғы реформалар бар емес па? Соның барлығын көзге көрген кісілер.
2 минут уақыт болса. Қандай жолдарын түсінсіз, сол кездегі қазақ халқының ең ауыр проблемалар не? Соны қалай шешу керек болды? Қалай туралы көбірек жазу керек. Çoğan Bayram 1835 жылдары өмір сүрді. 1860 жылы Санкт-Петербургта орденімен марапатталып әскери шен өсті. Оның белгілі достары атақты Потанин және Достоевский болған болатын. 19 ғасырдың 2-ші жартысында Қазақстанда туған демократты ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі, шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы, шын есімі Мұхаммед Ханафия. Және оның отаршылықтың өршіп шығған шағында өмір сүріп, бұл патша өкіметінің қазақ даласындағы сот ісіндегі кемшіліктерді сынға алған болатын, және де орыс талапкерлеріне былай жазған болатын. Орыс талапкерлері немесе жауапкерлері көптеген жағдайда орыстың тергеу орнынан гөрі біздің сотын ортақ көреді деп патша өкіметінің отбырлығын отаршылыққа қарсы жаңағы реформаларына сын айтқан бірде осы Шоқан Уәлиханов болады. Сіздерге сұрақ, Шоқан Уәлиханов осы билеу реформасын қандай жолмен шешуді ұсынды? Сот жүйесі болсын, қазақ халқының өз жүйесі болсын, ол қандай жол ұсынды? Қарсы ойы және өзінің пікірі бар. Шоқан Уәлиханов реформатор дейміз. Қандай реформа ұсынды? Ең бірінші не істеу керек дейді? Өзін қазақ халқының өзін басқару негізінде бұрынғы ата-бабамыздан қалған салт дәстүр бойынша ұлттық жүзбек рулық негізде өзін басқару жүйесін қайта құру деген. Ең негізгі шешудің жолы осы түсінген. Жақсы жарайсыздар. Екінші бізде Ыбырай тойны 22-24 жылдарында реформа болды. Бұл өте халықтың жағдайы қиын болды, алым-салықтар көбейіп кетті және кедейлер мен байлардың теңсіздігі болды. Ол
Siyasi topluluk жүргізуге түзімді кезінде қарсы шығып революциялық жолды таңдады. Және бір жастардың білім ғана бермей, оны дамытуға тырысты. Көптеген мақалалар, өлеңдер жазды. Saya sasar kuasa usaha cepat orang yang kita sasar mau sasar. Kalau saya kata kalau awal hidup dia rasa. Ini awal ол кісі қазақ арасындағы ең бірінші кезекте істеген не дамыту керек еді, ең бірінші білім дамыту. Бірінші бар Абай Құнанбайұлы 1835-1904 жылы Абай қазақ халқының білім мен ғылымға прогреске шақырды. Оның шығармалары әлі күнге дейін зерттелуден жоғалтылады. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының аса көрнекті ойшылы, ағартушы, ұлы ақын және қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы қоғам қайраткері. Ол өз жаңа кездесетін еңбек туған және оны қоғамда келбеттілігін және оны халықтың санасына оятып білімге ғылымға шақырған жайларды. Ол өз өлеңдерімен, қара сөздерімен, нақылдарымен күресіп, адамдықтармен күресіп, ғылым мен өнердің қатты алаңдатқан жағдай, олар қазақтардың жаппай кедейлікке бастауы, патша үкіметі шенеуніктерінің шектен шыққан озғырлығы, көп шығармаларында надандыққа, екіжүзділікке арнап жазылған, яғни сынап жазылған көптеген еңбектер бар. Абай Құнанбайұлының қазірге дейінгі әлі күнге дейін өзінің көрнектілігін жоғалтпаған шығармалардың бірі ол 45 қара сөзі әлі күнге дейін бар. Қандай өлең мысалға келтіресіңдер сол кезде? Бір өлең мысалға келтіресіңдер? Жоқ, осы биліктің сынауы сол кездегі Абай реформалар дәуірінің көзінен бастан өткерген ақын дейміз, екі реформаны 67-86-86 жылдарда. Ол солдың батыс-батысқа би болған Өңкей диктом Тузған реформеге жауап бергендердің сөйлегендеріңізге қарай жаңағы балалы қатты шешіп отырыңызға енді кезекте жұрттық жұмысқа кетіп берейін. Жұрттық жұмысымыз осы қазақ ағартушыларының әлеуметтік рухани мәселелерді
Kami. Sama ini. Nanti apa coba? Soalnya ada tadi, soalnya ada yang mungkin sebarang batas. өмірлік мақсатымен ұстанған халқын білімге өнерге рухани жаңалығын шығарды. Саяси ол патшалық отаршыл саясатының әсерін сынға алды. Әлеуметтік ол қазақ қоғамдағы теңсіздігін, әділетсіздік, надандық, халықтың құлаусын сынға алды, езгісін сынға алды. Шоқан Уәлихан Қостанай облысы Шимон деген өңірдегі өмірлік ұстанымы жас балаларды білімге шақырды, әжептілікті ұстанды. Ресейдің отаршылық саясатында заң қоғамына тигізген әсері. Шығыс Қазақстан облысы онда Семей өңірі Шығыстау ауылында дүниеге келген. Мақсаты қазақ халқының білім соңына жетелеу. Саяси. Абай ауданындағы Шығыс Қазақстан облысы Семей ауданында дүниеге келген. Оның мақсаты ұстанымында Абай атындағы Қостанай облысы Қостанай ауданы Ақтардай ауылында дүниеге келген. Өмірлік мақсатын ұстанымы қазақ халқының біліміне ғылымға сауатсыздықты жою және ұлттық білімге ашқан шоғырларға Қостанай облысы ауылында дүниеге келген. Өмірлік мақсатын ұстанымы жастарды білімге шақырды. Асан Ағамыштарыз, ол Абайдың мамырыз. Семей облысы Шығыс ауылының Саурайда дүниеге келді. Өмірлік мақсатпен ұстаным қарақұлықтың қазақтармен қарақұлықтан шығару. Шоқан Уәлихан Қостанай облысында дүниеге келді. Отаршылықты жою керек. Абай Алтынсарин Қостанай облысы Қостанай ауданында Аманқарағай ауылында дүниеге келген. Білімді жастағы Ben sabah vakti var. Şimdi bize on sorularına cevap verirse ya vakti nasıl gitmedi. O zaman ben size söyleyeceğim. Yardım cevap verirse. Kayıt konusunda birlikte olsam bize dostu bilgileri alın. Neresi hayret ettim. Nasıl gelirsiniz? Gidiyoruz da orada bir manabattan Қазақстан қосымда көкшетауды Көкшетау жауап қандай? Жоқ, жауап қандай? Мына, сен жауап берші. Шоқан Уәлихан жаңағы өз ру бойынша бөліну керек деген осы жаңа айтты ғой ол. Жақсы сен жауап берсін. Сот реформасы болса туралы. Қайсында? Сот реформасы деп ойлайсыз ба? Шоқан Уәлихан. Tamam, jauh Шоқан Уәлихан. Қарасаң. Осы самосвет.
Sancar senin aldın. Sancar gerisi senin gör. Tünşöten mi kaldı? Nurcan da senin gör. İzler soğuk sıram senin. Şimdi o zaman sağlamı kısa olmalı. Bugünkü sağlamımızda biz 19. asırda taza bağlantıcılarını koğamın sayaklı hizmetine kavram жасадық. Олардың қазақ қоғамын жақсарту үшін, қазақ қоғамын алға бастыру үшін, қазақ жастарын, қазақ елін алға жетелеу үшін қандай еңбек сіңірген бүгін сабақта анықтауымыз керек болған. Одан кейін Қазақстанда қоғам саяси ойындауына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесі қандай? Ұлы ақынның, Абайдың қосқан үлесі, ұлы педагог Ыбырай Алтынсариннің үлесі, немесе саяхатшы Шоқан Уәлихановтың қосқан үлестеріміз бүгін жазып атылады. Енді бүгін сабақта барлық тарихтарыңыз шығыс көрдіңіздер. Кері байланыстары ұяшыға кісі қысқаша бір 6-дан жауап берсе, кім? Тезі кім деген сұраққа. Қайсың кім? Кез келгеннен басташы. Кез келген ол үшін көрген, Абай. Ол үшін не істеді? Өзіміздің жастардан білімді шақырдар, жастарды білімді шақырдар. Және өзінің қазақ халқының рухани түрде дамытуға бейімдеді. Сонымен қатар қазақтардың қараңдап қалмасын, қараң болып қалмасын деп қазақтарды дамытуға қатты керек. Екінші кісіден қараға кім бар? Қайда немесе қаша? Кім айтып алды? Кім қандай еңбегі мысалға жүргізесіз? Мысалға Ыбырай Алтынсарин Шоқан Уәлихан 1960 жылы Санкт-Петербург орденімен марапатталды және әскери шен өрісін көшті. Солай ма? Одан кейін Ыбырай Алтынсарин мектеп ашуын ешқандай саған себебі және неге? Қазақ болғанда мектеп болмағаннан кейін қазақ жастары үшін білім алу үшін қазақ мектептерін ашты. Жастардың оқуын және білім алуын қамтамасыз ету үшін қазақ жастары үшін мектеп ашты. Алғашқы қазақ мектебінде бүгін сабағында үлкен шеңбер, енді шеңбер болмай. Бүгінгі сабақтан сіздер не білдіңіздер? 19 ғасырдағы ағартушылық және білім саласындағы жазушы ағартушылардың шақырту. Сіз үшін сабақта жаңалық Санжар? ағартушылардың қоғамға деген саяси көзқарасын мектеп ашқан. Сабақта қандай қиындықтар туындады? Қандай қиындықтар туындады? Барлық барқаныңызды жауап берген жұрттар өз деңгейлеріңізді білесіздер. Қазір үй тапсырмасы 29-30 параграф оқимыз және Абай неге қайғырды деген сұраққа 150-200 сөзден сұрақтың негізінде жазамыз. Барлық парақтарды үш көтеріңізші қанша болды? Дәулет қанша болды сендер? Дәулет қанша болды? 7. Абдрахман сіздікі 9, 10 ешкі 9 қадағат 8
Tanya, sen kime verdin? 9. Kaçın? 7, 8, sizde 10. Özdерiniz akademiyалық адалдықпен әділ бағаларды деп есептеймін. Негізі бағаны көтерген болмау керек. Жақсы рахмет. Бүгін сабаққа қатысқандарыңызға